Аллаға шүкір қаншама оқырман жинадық қой Инстаграмға. Еще кәсіпкер ретінде бірінші кіріп келдім да мен. Ерекше. Ерекше бүйтіп андай контентпен бірінші кіріп келдім кәсіпкер ретінде. Бірақ қазір енді көбейіп кетті кради как художник деген сияқты қайталап жатыр ғой енді барлығы біздің контент. Сіздің мақсатыңыз адамдарды мейірімділікке, қайырымдылыққа тәрбиелеймін деген болды ғой, бірақ енді қазір копи-паст болып жатыр ғой, барлығы бір-бірінен қайталап жатыр. Сценарий болып кетті. Енді сіздер қалай ойлайсыз, андай бір халявщиктарды тәрбиелеп жатырмын деген сияқты ой мазаламай ма? Халявщиктер тәрбиелеп жатырмын. Шын ақша бер, маған ақша бер. Однозначно ондай ой емес, ондай ой бар уже, мен оны бөлісіп жүрмін ғой, жүрген жерімде тоқтатып жатырмын қазір, ақша беруді тоқтатып жатырмын. 50.000 теңге беремін, 100.000 теңге беремін, тіркелсең дейміз, ол бір адамды, екі адамды қуантамыз. Өтірік емес, шынымен қуантамыз. 800.000 адамды қуанта алмайсың ғой. Бәрін бірдей қуанта алмайсың ғой. Миллион подписчиктің барлығын 50.000 теңгеден әрқайсысы таратып. Кездескен жерде сіздің экспериментіңізге түскен оқырманыңызды қуантып жатырсыз. Ол енді помощь болып, жаңағыдай или бір қайырымдылық жасау арқылы 10 есе қайтып келетінін түсіндіріп жүрміз ғой. Бірақ қазір контенттің барлығы сценарийі қайталанып кеткеннен кейін менде андай травмам оянып отыр.